абай өзі айтады, бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма-жан. Бетті басқың келетін ұялу. Қарадан қарап өзің қысыласың. Басқа бір адам үшін ұяла алу, енді ол да адамдықтан. Ол деген нәрсе оны жаман іске қимағандықтан болады. Мысалы, бір досың бір нәрсені бүлдіріп қояды, сол үшін ұяласыз. Анасы баласы үшін ұялуы мүмкін. Бұның барлығы сол адам сондай жағдайға түскенде бей-жай қарай алмайды. Былайша айтқанда, бұл ана адамға деген жанашырлық, махаббаттан болатын ұят. Енді ұяттың осы бір түріне қазіргі кезде әдейі қоғамда сондай бір қастандық, қаскөйлік жасалып жатыр. Ұятмен дейтін бір ат қойып алды. Ол ұятменді кәдімгі жалаулатудың жолында бірнеше бір топ жұмыс істейді, арнайы бір идеологиялық топ болса, топ десем де жаңылмайтын шығар, құдай біледі. Қазақтың жігіті қазақтың қызын ұялып, қарындас, қой ұят болады, етегін жап айналайын, аузыңда жаман сөзбен болған ба, қарындасымсың, сен қазақтың қызысың, жаманды кейіпке түспей, ұят болады, аузындағы шылымды таста десе, сен ұятменсің деп шығатын жағдайлар келіп жатыр қазір. Ұятмен деген бір көштен қалған, өркениеттен қалған, бір атысталы дейді ғой. Бір кертатпан, надан деген сөздің бір синонимі секілді біз санамызға сіңіріп жатыр. Сосын енді жоқ жерден ұятмен болып қалмай дейді де, жаңа адамдар бір-біріне ізгілікті күттесуден, жамандықтан ескертуден, жақсылыққа шақырып жамандықтан тыюдан қорқып қалды. Ұялудың өзіне ұялатын жағдайға жетті. Ақыры соңында қоғамда ұят деген ұлы сөз жағымсыз мағынада қалыптаса бастады. Бұлай кете берсек, біздің балаларымыз, немерелеріміз ұялудан сақтанып, ұятсыздықпен мақтанатын жағдайға жетуі мүмкін. Адамшылықты қымтап тұрған үлкен бір қорғаннан айырылып қалады. Осындай бір қауіп жоқ емес. Ұят кімде болса иман сонда деген Абайдың жаңа өзі келтіретін хадисіміз қайда қалды сонда? Адам не кісіден ұялмаса, не өзінен ұялмаса, не Құдайдан ұялмаса. Оны әлгі Достоевский айтады ғой, если Бога нет, то все дозволено деп. Қазақша айтқанда Құдайдан қорықпағаннан қорқ деген сөз ғой. Құдай болмаса бәрі рұқсат деген. Сол айтқандай адамды ұяты ары сақтамайтын болса, әркім ойына келген істей берсе, не болады? Хаос болады. Әңгіме жаңағы өзге үшін ұялудан шығып кетті ғой. Естеріңізде ме? Тұрсынбектің айтатыны бар. Әзілде біреу жетістікке жетіп жатса, қойшы, мүмкін емес, сатып алған шығар, ондай оның қолынан келмейді дейді де. Ал енді біреу қателік жасай қалса, мен білдім, олар солай болатын деп, сол адамды жерге тығып жібере жаздаймыз деп. Шынында өте ұтымды айтқан. Бұл өзге үшін ұялу дегенде адамзат баласының құнын арттыратын бір өзгеше қасиет. Біз қазір осы қасиетке жасыратын жоқ, зәруміз ағайын.